Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жүгеріні үй жағдайында өзіміз отбасымыздың қасында балғын, жұп-жұмсақ етіп пісіруді көрсететін боламын. Ол үшін қажетті мөлшердегі жүгерімізді алып, оны аршып тазалаймыз. Беткі бөлігіндегі жапырақтарының барлығынан осылай аршып тазалап аламыз. Содан соң жүгеріміздің ішінде осындай шашақтары болады. Соларды да толығыменен тазалап, қолымызбен алып тастаймыз. Жүгерімізді осылай тап-таза етіп, ыдысымызға саламыз. Барлық жүгеріні дәл осылай етіп тазалаймыз. Жүгерінің сыртындағы қатты жапырақтарын алып тастағанмен, оның ішіндегі жұмсақ жапырақтары бізге қажет. Ол жұмсақ жапырақтарды осылай қолымызбен ақырындап алып, шетке қарай қойып қоямыз. Ол бізге біраздан кейін қажет болады. Жапырақтарымыздың міндетті түрде ішкі қабатын қолданғандарыңыз жақсы, сыртқы қабаты бізге керек емес. Осылай жапырақтарымыздың ішкі қабатын алып, оны бір қабат жуып аламыз. Жапырақтарынан толығымен тазаланған жүгерімізді осылай пісіретін ыдысымызға салып орналастырып аламыз. Содан соң бетін жауып тұратындай етіп суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзымызды себеміз. Тұзды көбірек салғандарыңыз жақсы. Міне осы жаңағы жапырақтарымызды алып, енді осы жүгерінің бетіне видеода көрсетілгендей етіп орналастырып, бетін толығымен жауып шығамыз. Барлық жапырақтарымызды осылай жүгерінің бетіне толықтай жабылғанға дейін барлығын жауып орналастырамыз. Егер жүгерлеріңіз піскен кезде бірден тұзды болып шыққанын қаласаңыздар, онда салатын тұздың мөлшерін көбірек қоссаңыздар болады. Оны көп қосудан қорықпаңыздар. Жапырақтарды толық орналастырып болғаннан кейін ыдысымыздың бетін жауып, газға қатты отты суымыз осылай қайнағанша қойып қайнатамыз. Суымыз қайнаған уақытта оның астын басып, жүгеріміз толықтай піскенге дейін шамамен 35-40 минут аралығында пісіреміз. Мүмкін одан ерте пісуі мүмкін. Піскенін шанышқыменен осылай тексереміз. Бұл жерде жүгерінің бетіндегі жапырақтарды алып жатқаным видеоға түспей қалыпты. Жүгерінің бетіндегі жапырақтарды толығыменен алып тастап, содан соң піскен жүгерлерімізді осылай суымыздан шығарамыз. Жүгерінің бетін жапырақтармен жабуымызға байланысты жүгеріміз сондай нәзік, балғын, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы тәсілменен жасап көріңіздер. Тұзды көп қосудан қорықпаңыздар. Егер тұзы аздау болып қалса, онда піскеннен кейін әр жүгеріні тұзбен үйкелеп жесеңіздер болады. Негізінде тұзын көбірек уыстап қоссаңыздар, өте дәмді болып, тұзымыз бірден жүгерімізге сіңіп пісетін болады. Жүгеріміз осындай өте жұмсақ, қолымызбен басқан кезде сондай нәзік, бірден езіліп жатыр. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде күз кезінде осылай жүгеріні үйде өздеріңіз дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлім.